Мақта қыз бен мысық. Бір баяғы заманда бір сүйкімді қыз болған екен. Ол қыздың аты Мақта қыз. Бірде Мақта қыз үйін сыпырып жүріп, бір мейіз тауып алады. Мейізді көрген Мақта қыз мейізді қатты жегісі келеді. Бірақ Мақта қыз өзінің мысығын жақсы көргені соншалық, мейізді өзі жемей, мысығына бергісі келеді. Сөйтеді де мысығын шақырады. Мысығым, мысығым, кел, мен саған мейіз беремін. Сонда мысығы былай дейді. Мяу, қойшы, барғым келмей тұр. Мақта қыз сонда да тағы бір рет шақырып көргісі келеді. Келе ғой енді, мысығым. Барғым келмейді, ерініп тұрмын. Сонда Мақта қыз өзінің сүйікті мысығының осындай әрекетіне ызасы келіп, мейізді өзі жеп қояды. Біраз уақыттан соң мысығы келіп Мақта қыздан сұрайды. Мяу, Мақта қыз, мені неге шақырдың? Мен үй сыпырып жүріп мейіз тауып алып, оны саған бергім келді. Ал сен қанша шақырсам да келмедің. Одан кейін оны өзім жеп қойдым, дейді Мақта қыз. Ондай болса, мен сенің сүтіңді төгемін. Мяу, дейді де Мақта қыздың сүтін төгіп жібереді. Ал оған ызаланған Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Сөйтеді де мысыққа. Тез маған сүт әкеліп бер, дейді. Мақта қыздан қорыққан мысық тез арада сиырға барады. Сөйтіп сиырдан сүт сұрайды. Сиыр оған айтады. Менің қарным ашып тұр, сен маған жапырақ әкелсең, мен саған сүт беремін. Сиырды тыңдап болып, мысық талға барады. Талдан жапырақ сұрайды. Тал болса мысыққа айтады. Ой, мысық, мен шөлдеп тұрмын, сен маған су әкеп берші бірінші, одан кейін мен саған жапырақ беремін. Деп тұрғанда мысық жолдың арғы бетінен шелекпен су тасып кетіп бара жатқан баланы көреді. Сөйтіп баладан су сұрайды. Ал бала болса мысыққа не деп айтады деп ойлайсыздар? Әрине, ол жайдан жай суды бере салғысы келмейді. Ол мысыққа, сен онда маған дүкеннен сағыз әкеп бер, сонда мен саған су берем, деп айтады. Мысық болса дүкенге барып, дүкеншіден сағыз сұрайды. Дүкенші мысыққа айтады. Ой, мысық, менің дүкенімде жұмыртқа таусылып қалыпты. Сен маған жұмыртқа әкеліп берсең, мен саған сағыз беремін. Оны естіген мысық тауыққа барады. Тауықтан жұмыртқа сұрайды. Тауық болса айтады. Қот, сен маған бірінші дән бер. Сосын мен саған жұмыртқа беремін. Дегенді естіген мысық тышқанға барады. Тышқанды көрген бойда былай дейді. Жаныңның барында айт, тышқан. Үйіңде не бар? Мысықтан қорыққан тышқан. Үйімде дән бар, қазір алып шығам, дейді де тышқан үйінен тез арада бір уыс дән алып шығады. Мысық бір уыс дәнді тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды жаңағы су берген балаға береді. Бала болса су береді. Суды талға береді. Тал жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр сүт береді. Ал сүтті Мақта қызға береді. Ал Мақта қыз мысыққа оның құйрығын береді. Осылайша Мақта қыз бен мысық қайтадан дос болыпты.